Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай мұздатылған, яғни морозильниктегі балықты қуыру жолын көрсететін боламын. Қараңыздар, бір-бірінен ажырамайды, әлі мұз болып тұр. Қазір біз осы балықты тез қуыратын боламыз. Алдымен осылай жылырақ қып су құйып 5 минутқа қойып қоятын боламыз. Мінекей 5 минуттан кейін балықтарымыз ажырай бастады. Бұл менде тазартылған балық, алдын ала тазалап, морозильникке салып қойғанмын. Іші де тап-таза. Енді осыларды ортасынан бір-бір бөліп, қалауларыңызға қарай тұз себесіздер. Тұз сеуіп болып, қызып тұрған табада ұнға ұнатып пісіретін боламыз. Бұл өте дәмді әрі хрустящий болып шығады. Осылай тұз сеуіп аламыз. Тұзды көп сепсеңіздер де, аз сепсеңіздер де өз қалауларыңызға қарай болады. Менде бір қолмен түсіру ыңғайсыз болып тұр, сондықтан да осылай істеп жатырмын. Осылай ұнға бір салып аламыз да қуыратын боламыз. Мінекей бізде қуырылып жатыр. Қызарғанша шамамен 8-9 минуттай қызартып қуыратын боламыз. Бұл қуырылып жатқан кезде біз осылай қалған балықтарды тазалаймыз. Мінекей қараңыздар, ішінде мұз болса осылай алып тастайтын боламыз. Тазалап, тұздап қоямыз. Екінші бетін аударамыз, осылай қып-қызыл қуырдық. Екінші беті 2-3 минутта дайын болады. Ол жағын қатты ұстаудың қажеті жоқ. Мінекей нәтижесінде бізде осындай керемет балықтар шықты. Дәмді әрі тез дайындалды. Лимонмен немесе әртүрлі осындай пияздармен ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар.